Ойлаңыздар, көшеде кішкентай қыз, қолында 17 Pro Max, еще кукла. Если мен баланы тастап кетсем, онда мамамнан наказание маған. Жеп астында қорытып астына аузына тығай бересей. Достар, біз қазір менің кукламды қойындырамыз. Ой, міне бөпесі бар. Болып кеттім. Тағаям. Опа, 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 опа. Опа. Тағы шығамай қалды, қараңыздар. Сәлімсінкаға көштір, лайк басыр, как басыр. Бұл видеода мен 24 сағат менің осыны күшті куколкамен жүру керек. Күшті деп айту мүмкін емес. Неге күшті? Көрсетші дұрысты. Осыны беті блюз. Бірақ бұл комплектте тұрған. 24 сағат бойы Фатима осы кукламен жүреді. Егер тастап кетсе Фатима бұл кукланы, онда наказание алады. Менің бір заданиемді орындайтын боласың. Келісесің бе? Давайте. Кукласының түрін қараңыздар. Әдемі, күшті деп қояды. Қай жерден күшті, әдемі кукла көріп тұрсыздар. Мынандай сумочкасы бар екен. Ойбай, көтенің көрсетіп қоя жаздадық қобай ақамай. Бабл-тие бар. Бабл-ти. Ойбай, бабл-ти мен, в общем, осындай кукласымен 24 сағат бойы жүру керек. Қазір Айша шақырып жатыр Фатиманы. Жердегі аптекаға бару керек, в общем. Сол жерде не бар? Каспи постмат дейма, постмаст дейма, в общем. Сондайдан Айша зат алғалы жатыр екен. Фатима қазір осы бөпесімен бірге баратын болады. Көреміз қазір. Бізге видео түсіріп келетін боласың, құқтың ба? Менің телефонымды беріп жатырмын Фатимаға. 17 Pro Max'ты алып, прикиньте, қызын алып, сіздерге видео түсіруге аптека, постмастқа шығып баратыр. Мен әрең ойланып тұрмын бір шетіші. Ойлаңыздар, көшеде кішкентай қыз, қолында 17 Pro Max, еще кукла. Қалай болады екен? Қызыммен бірге ұрлап кетпейм екен деп қорқып тұрмшы. Байқап жүрдер ма? Видео түсіріп келем, мен айтем, бүйтем болатыр ғой, в общем деген. Көрек ал қандай видео түсіріп келетін. Фатима, мына жердің бәрі шашылып жатыр, келген соң жинақ қой, иә? Куклаңмен бірге, иә? Мен бөпемнен шығып қазір Айшам барады. Ол енді смолға барады дедім. И смолда мені күтіп тұрады дедім. Сол үшін қазір смолда мен барам смолға. И мен білем ол қай жерде. Пиццаның қасында ол. Обожаю өзімнің кукламды. Мен онымен всегда ойнаймын вообще. Бұл мен енді ақсы көретін кукланы верно. Өйткені ана үлкен кукла. И ол слишком үлкен, менің қолым вообще сыймайды. Анандай ғой, менің ростым почти. Сол үшін мен ол далаға шыға алмайды. Жүгіріп барамыз. Уже қолым шаршып кетті ғой, на балын ұстауға. Мен уже почти жеттім, өйткені смол сол қасында тұрады. Мен оны көріп тұрмын. Привет! Что ты делаешь? Что, ты снимаешь, что ли? Да, я снимаю 24 сағат, я буду снимать это. Закрыто. Нет, нам аптека нужна. Достар, біз қазір кукла үшеулеріміз магазинге за чипсами пойдем. Біз уже мен посылкаларымды алып алдық. Оны менің каналымнан видеодан көре аласыздар. Да. Фатима әлі баласымен жүр, қазір баласын көзіне салады. Если мен баланы тастап кетсем, онда мамамнан наказание маған. Міне, чипсы алды. Енді не аласың балаңа? Мустафаның, балама агуш алам. Я возьму вот такую же. Только маленький. Достар, мне кажется, паприка чипсы дим. Қазір мен үйге барған детем, мынаны соған берем. Я закушу. Ой-ой. Давай выпихнись. Чё, ты дура, что ли? Ой, моя рука. Ну, не смоси. А как же твоя дочка? Это
Ты вкус. Для меня. Слевчикпен кигізіп па, орамалмен ба сыртқа қойсай. Жеп астында, қорытып астында атама. Аузына тыға бересей. Ее все, этот рот. Фатиманың бөлек әлемі. Байқұстың аузын не істеп атсың? Я же должна как-то... Біресе тықтың батон шығарып атсың. Ну, блин, это невозможно. Все. Нормально. Достар, біз қазір менің кукламды бояндырамыз. Бірінші біз осындай күшті крем аламыз. Ол негізі өзің алған крем еді ғой. Ну, мен өзіме үй оған жаққан мұнда. Крем жақпа қазір, күйесің ғой. Бұл тиетін Өзіңе жоқ, бұл күймейді, сен күйіп кетесің ғой күнге. Сөйлемейін десең де сөйлеп қоясың ғой видеоға түсіргенде ше. Көп емес, өйткені көп болса әйтпесе тоже күйіп кетеді. Ой, шашын бұл қыз душқа түсіп шықты, шашы жалырап. Өйткені көп болып кетеді. Неқса өзіне жақса болады ғой. Күні жарып кетем ғой мен. Шашын кептірмепсің ғой. Кептірме? Ойбай, сөйтіп адам шаш кептіре ма? Шалағай. Оған крем жақпасаң болмай ма не? Жоқ. Неге? Бұлардың куклалары бізден де ухоженный ғой. Ну, нужно они ухаживать. Вы же ее купили? Чтобы ухаживать. Көзіне де жағаса ше? Неге болмайды? Болмай ма? Подбородок тоже. Ну, Сіздер де өстіп ойнайсыздар ма? Ну, потому что нужно просто. Мына жерлердің бәрі жағылған болып қалды. В общем, міне қызы. Болды. Енді бұл не? Ой, ол да крем ғой? Бұл крем нельзя только отбеливающим. Керек емес. Бәрінің қалған-құтқан кремдер ғой. Қалған-құтқан косметикасы. Так, дальше біз румяна жағамыз. Бұның бетінен румянан көрінбейін деп тұр. Румянан вообще мынандаймен жағады ғой. Мынандаймен. Ну, онымен жағмаған ұнамады. Ойбай, ұнамайды екен ғой. Әйтпесе, анандай болады, білесіз бе, қандай пятно болады. Бүйтіп себесің. Бетіне пятно болады. Үйреніп әпті әйтеуір бұл да бірдеме. Жұмбаған Киімің былғап атқан жоқсың ба? Жоқ. Қайыр қызартынан. Мен қызарды кішкене. Румяна бұтты ғой. Енді помада. Туласап боялып атыр ма? Бұны помада жағасың, е? Ал керек болса. Киіміңе жағылса біттің ғанда. Аузына тығып жүрсен. Жынды! Вообще, анау жағылады енді бір жеріңе, киіміңе. Жоқмайды мен. Жағылады да анау. Салфеткамен сүрт, үстіңе жағылады мына киімдерің былғайды. Неге? Бұл сіңіп кетеді деп ойлап тұрсың ба? Я? Сіңбейді бұған. Сынады. Ол кожа емес қосаған мә. Кожа ол, мама. Анан қара. Ой, алла, алла. В общем, қызы дайын қонаққа. Біз болсақ алақ-жұлақ етіп отырмыз, албастық сапа. Конечно. Бұның қызы дайын уже боянып алып, боянып салып, сумочкасын асып. Мамасының шашыра одады да, анан қараңдар. Қызы дайын айтты. Мен подругам маған подарить етті. Мынау күшті. Айтпадым настевам. Болды ма дайын ба мынауың? Я болды. Болды, ал енді бізге не енді құрсын. Міне біз қонаққа шықтық.
Фатима 24 сағат бойы мына қызын тастамау керек. Ойбай, жемпірін кигізіп алған күшті болып тұр ғой қызың. Өзің де күшті болып тұрсың, қызың да күшті болып тұр. Кеттік а. Фатима ұйықтап қалды, мен кукласы қалды. Тастамапты бәрі. Фатима. Келдік. Куклаң қайда? Біледі оны главный. Болды, түсеміз, келдік. И принципе, мен әлі кукламын. Ал, тәтең деген келесі күні әлі кукламен жүр. Келесі күн, ал мен сүйіше кукламен жүрмін. Сабақтан келесі сіздерге түсірмеппіз ғой. Міне кукламен алысқаны. Өзі продолжайды. Біз парктеміз. Міне Мұхамеджан, Аружан мен Мұстафа. Паркке кукласын ертіп шықты, серуендетем деп. Ал серуендейік. Ой, міне бөпесі бар. Болды, кеттім. Давай ал. Бөпесі екеуі отырып кетті ал. Маяқта Мұстафа мен Аружан. Аржақта Фатима. Солдатым менің. Кішкентай солдатым. Аяғы денесіне. Шагат етілді. Ай, молодец. Аяғы денесіне қалып бара тұр ғой. Шагат еттіңіз. Мына трюк ашты қараңыздар. Трюк жасап жүр. Қыз екеуі. Молодец. Артқа түсіп кетпесе. Артпен кетіп қалып жүрмеш әйтеуір. Мына жақтан түс енді, Фати. Сол жақтан бері қарай түсші. Қызың бір жақта, өзің бір жақта жүрме. Екеуің екі жақта. Виху! Күшті, молодец. Давай я. Қыз екеуі ойнап жүр. Енді мамасы. Байқаш. Енді как жүгіреміз, нақа. Қызыңды лақтырып жүрсе қарай. Өз шығамай. Өз дөңгелеп түсті өзі деген. Қызы ана жаққа дөңгеледі, өзі мына жаққа дөңгеледі. Сөйтіп ойнап жүр қызымен. Давай қайт. О, жа. Лақтырып соған несі? Подписчиктерің шок болатын болды ғой, шок алатын болды. Опа. Тағы шығамай қалды, қараңыздар. Шығып кету керек еді ғой, ары қарайшы. Шығып кете алмай жатыр. Міне өстіп шығып кету керек еді ғой. В общем, үшінші попытка, давайте. Енді тепті. Біріншісінде сырғанатты, екіншісінде лақтырды, үшіншісінде тепті мынау бар ғой. Ужассың ғой, Фатима. Давай ал. Удачи саған ал. Шықсы екен енді ошу, ана байқұс тағы не істейді ато деген. Фатима, вообще шығамадың, все. Болды енді басқа. Мейірден де шығамады. Жұмыртқа ғой, жұмыртқаның ішінен шығамай жүр ғой. Ой, бұл. Басыңның дауыс шықты ба? Ужас, тақыта қалды ғой бірденке. Басың ауырған жоқ па, Фатима? Жоқ. Все, қоя салшы сен, не қысашы. Сен маған шықшы. Ана қызы ана жақта жатыр ғой, мына жаққа шықшы, Фатима. Мынаның басына шығып көрші, көрейік ал. Қараңыздар. Виху! Давай! Мен шыңғыр жүріппін ғой. Шыңғыр жүріппін ғой, мә. Болды, шыңғырмайым ал. Қараңыздар. Қатты жүгірсей. И сосын секір. Давай! Уф! Наконец-то. Қолы жетті. Помогите мне. Шығамай жүр ғой мынаның ішіне. Болды, сен осында қаласың 24 сағат бойы. Осының ішінде өмір сүресің десем шығып кетеді екен ғой. Қыз ана жақта дөңгелеп жатыр.
Біз үйге қайтып бара жатырмыз. Мен оған мынандай браслет. мынандай витамин браслетик алды. Қызын сүйреп кетіп баратыр. Аяғым ауырды, болды, шаршадым дейді. Енді теппеймін, жай жүремін дейді. Кетті үйге. Біз уже үйдеміз. И мен бұл видеоны, конечно же, аяқтаймын. Менің задачам болды. Кукламен болу керекпін. Ал кукламен болмасам, онда мамамнан наказание. Молодец. И мен бір бір рет даже наказание алмадым. Молодец. И 2 күн бойы жүрді ғой кукламен. Мен кукламды жегіздім, тамақты ойнаттым, велосипедте істеттім. Я горкадан Түйіп сырған аттым десе. В общем, қайда қалса сонда апарды, тамағына дейін берді. туған күніне де сонымен бәрінің Иә. Сол, в общем, молодец қызым, наказание жоқ саған. Иә, сол үшін біз Сіздер комментарийға жазыңыздар, Фатимаға наказание берер ме едіңіздер, жоқ бермес пе едіңіздер? 2 күн бойы осы кукласымен жүрді. Сіздерге қай жері ұнады, соның бәрін комментарийға жазып кетіңіздер. Иә, ал біз қосылсамыз, лайк басып, қоқышпасымен қоқты болу. Мамасы анаған. Экспертка и кукла, ал біз қосылсамыз, пока-пока.